Қыздар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен бірге балалық шақты еске түсіретін лакомка дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және де каналыма тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Ыдысымызға ең әуелі жылы сүтімізді, қант, тұзымызды салып, ашытқымызды салып, араластырып аламыз. Жақсылап тұрып қасығымыздың көмегімен араластырып, бетін жауып, кем дегенде 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минут уақыт өткеннен кейін үстіне жұмыртқамызды саламыз. Венчиктің немесе шанышқымыздың көмегімен араластырып аламыз. Енді үстіне алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Лопатканың немесе шанышқының көмегімен осылайынан араластырамыз. Біздің ұнымыз толықтай бірге бастаған кезде қалған екінші бөлік ұнды саламыз. Қайтадан лопаткамыздың көмегімен араластырамыз. Енді қолымызбен қамырымызды сәл қосыңқырап илейміз, толықтай илеп тастамаймыз. Осылай міне видеодағыдай ғана илейсіздер, одан кейін үстіне ерітілген сары майды құямыз. Енді қолымыздың көмегімен қыса отырып, осылайынан міне қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қамырымыз жұмсақ, әріде қолға сәл жабыспақ, осындай күйде болуы керек. Енді бетін жауып, жылы жерге орап, кем дегенде 1,5-2 сағатқа көтерілуге қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Қамырымызды қазір ыдысымыздан толықтай алып шығамыз. Астына сәл ғана аздап қана құраған себесіздер, ортасынан теңге бөлеміз. Және де әр бөлігін осылай ұзын шағылдырып қамырмен созып аламыз. Пышағымыздың көмегімен ортасынан теңге бөліп, одан кейін тағы да бөлеміз. Яғни бір бөлігін 4 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде барлығы 8 дана қамыр шығуы керек. Енді әр қамырымызды осылайынан астына сәл кішкене құрағын сеуіп, дөңгелек форма жасап шығамыз. Барлық қамырымызды біркелкі қылдырып бөлуге тырысыңыздар. Енді әр қамырымызды осылай оқтауымыздың көмегімен жайып аламыз. Қатты жұқа қылдырып жібермеңіздер. Бізде лакомкамыз жұқа болып қалады. Сондықтан сәл қалыңдау қылдыруыңыз керек. Қамырымызды жайып дөңгелек қылып, міне осылайынан екінші қабатын осылай біріктіреміз. Қатты қыспаймыз. Ортасын бізге ашық болғаны керек. Тура солайынан барлық қамырымызды жайып, одан кейін бір жақ бөлігін екіншінің үстіне осылаймен қойып шығамыз. Осы құрамнан менде барлығы 8 лакомка шықты. Осылайынан болуы керек. Пергамент қағазын төсеп, бетін жауып, кем дегенде 15 минутқа қоямыз. 15 минут уақытымыз өткеннен кейін лакомкаларымыздың қамырымыздың үстіне, яғни жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20 минут шамасында пісіріп аламыз. Оған дейін біз қайнатпалы кремімізді дайындап алған болатынбыз. Менде осында қайнатпалы крем, қою болып шықты. Толықтай жасалу жолын описание бөліміндегі ссылка арқылы қалдырып кетем. Ссылка арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Енді біз қайнатпалы кремді салқындады толықтай. Осындай кондитерлік қапқа насадка салып, толықтай салып аламыз. Егер насадка болмаған жағдайда қасықтың көмегімен де салуға болады. Қараңыздар, біздің лакомка булочкалары пісті, жұп-жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде салқындатып аласыздар. Одан кейін осылайынан міне тура видеодағыдай ортаңғы бөлігіне кремімізді құйып шығамыз. Кремімізді құямыз, енді ұнтаққа ұнатып аламыз. Ұнтаққа мен миндаль және де вафлиді ұнтақтап, осылайынан міне сеуіп жатырмын. Кез келген жаңғақ түрін қолдансаңыздар да болады. Дәл осы көрсеткен сияқты барлық лакомкаларға ортасына кремімізді құямыз осылайынан. Одан кейін ұнтағымызға аунатып аламыз. Жоғарыда айтып өткендей, ұнтақ ретінде кез келген жаңғақ түрін, миндаль немесе печенькаларды қолдансаңыздар болады, немесе бір булочканың өзін ұнтақтап жіберіп, сол ұнтақ ретінде қолдануға да болады. Міне біздің лакомкаларымыз дайын болды, өте әдемі болып шықты, және де балалық шағымызды еске түсіреміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, ассалаумағалейкум.